Мабуфаң ел ішін тыныштандыруды ойлады ма, әлде Елісқанның айбатынан жасқанды ма, алғашқы топтағы бір бөлім балаларды қайтартқызып берді. Бірақ халықтың хал күйін жақсарту, талас тартыс, дау шешу сияқты істерде ауыз жүзінде әдемі сөз айтқанымен, іс жүзінде ештеңе тындыра алмады. Орда төңірегін жағалап, Мабуфаңның ойыншығына айналып, соның ығынықтап, сөзін сөйлеп жүрген өз қандастарын көргенде, Елісқанның қайғысы одан бетер қалыңдады. Дүнген әміршінің қулығына құрық бойламайтын айлакерлік арқылы ел басыларын бір-біріне қайрап салып, қызығын көрмек болғаны жанын құлазытып, жалғыздықта қалғандай жүдетіп жіберді. Дәл осы кездегі Шыңжаң жағдайы да аса аласапыран күйде еді. Шыңшысай жедел түрде адам ұстауын үздіксіз жалғастырып жатты. Алтай жерінде елдің қолындағы қару-жарақты жинау, адақтау секілді арнайы жиналыс шақырылып, Дихуадағы қазақ, қырғыз, моңғол құрылтай аталатын қанды тұзағын басудан бас тартқан Баянбай, Байқадамүкірдай, Сүлеймен, Дөнензалың, Бөкейхан, Сақсайбай секілді бір топ адамды Сарсүмбе қаласына шақырып алып қолға алады. 1939 жылдың желтоқсанында діни ғұлама, Алтай өңірінің рухани көсемі Ақыт Қажы Өлімжуылын Көктоғайдағы өз үйінен ұстап кетті. 1940 жылы 2 ақпан күні Алтайдың Көктоғайында Есімхан, Ақтеке, Оспан батырлар бастатқан бір топ адам атқа қонып, ауданның Қытай әкімі Шүйерлеңді өлтіріп, Шыңшысай зұлымдығына қарсы ұлт-азаттық көтерілісін қозғады. Көктоғай ауданының халқына Шыңғыл ауданының елі үн қосып, Алтай өңірі дүр сілкінді. Бұл хабарлар Баркөлден асып, Гансу-Шинхай жеріндегі қазақтарға да жетіп үлгірді. Шыңшысай зұлым Көктоғай жерінде жұма намазына жиналған елді ұстап, діни пәтуалар айтып тұрған Ақыт Қажыны тұтқындап кетіпті. Ноғайбай Үкірдай өз ұлы Есімханды ертіп, соңдарынан қуып айырып алмақшы болып, атқа қонғанымен жете алмай мыстары құрған екен. Жауыздарға кегі қайнаған Елісқанға Оспан қару-жарақ сыйлап, ұлы Шердиманды қосып беріпті. Есімхан, Шағалақ, Еңсеген, Әбубәкір, Қапас, Шердиман сияқты жігіттерді бастап, Оқан Зәңгінің үйінде қонып жатқан әкімнің басын кесіп алыпты. Қолындағы құралын тапсырса да, тапсырмаса да күнде тұтқынға түсіп жатқан халықтың Қытайларға қарсы түгел көтеріліпті. Қытайлар Ақтеке мен Сәлиді ұстап бара жатқанда Қағыбат, Сайып деген ерлер құтқарып алып, олар да Есімхан бастаған көтерілісші қосынға қосылған екен. Көктоғай көтерілді дегенді естіп Шіңгіл елі де бұзылыпты. Шіңгілден Ырысқан, Мұса, Сүлеймен батырлар шығып, Қытайларға қырғидай тисе керек. Атқан оғы жерге түспейтін Мұса мен Сүлеймен Құралайды көзден ататын мергендер екен. Қараға алғанын қалт жібермей, талайын жамсатыпты дейді. Кәпірлерге обал жоқ. Тыныш жатқан жыланның құйрығын басқан өздері. Басқаны былай қойғанда, жұма намазына жиналған бейкүнә мұсылмандарды ұрып соғып, байлап матап, Құрандарын өртегенін көрмеймісің? Мұндай қорлыққа бойында жаны, бұтында безі бар мұсылман баласының қай-қайсысы да төзе алмас. Ержәнібек батырдың қара шаңырағын ұстап отырған, Шіңгілдегі тіке ұрпағы Зарыққан батыр көк қасқа тай сойып, батыр бабасының туын көтеріп шығыпты. Көтеріліс басталудан бұрын батырдың туын салған сандық дүрілдеп тоқтамаған екен. Аруақты адам ғой, қасиетіңнен айналайын. Елдің күйзелісті күйін көргенде, Жәнекемнің аруағы түгілі туы да тыныш жата алмаған екен ғой. Туды Құран оқытып, мал бауыздап, батыр бабаға тәу етіп алып шығып, қара қойдың қанына қол матырып, өлсек шахид, тірі болсақ қазымыз деп, тірідей жаназаларын шығарып, өр Алтай елі түгел атқа қоныпты. Жауыздық құртылмайынша қарсылық қашан тоқтаушы еді. Алла жар болсын, Ержәнібек бабамның аруағы қолдасын. Ел ішін дүмбілдеткен осы хабар Елісқанның мазасын алды. Шіркін-ай, Шыңшысай зұлыммен тіресіп біраз жыл шыдай тұрсам, бәйтік жағынан Шіңгіл еліне қосылып, шың зұлымның қанын судай шашар едік-ау. Есімхан Оспан бастатқан ерлердің күресін қолдап, Баркөл елі атқа мінген болса, жауыздардың шақ шелекейі шығар еді ғой. Әттең, арамыз тым шалғай, ұшарға қанатым жоқ. Түн бойы аунақшып шыққан Елісқан елі үшін қалайда бірдеме істеуім керек дегенді көп ойлады. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруға көнбей, тозы шығып отырған елімнің түрі мынау. Айналамыз түгел жау жағадан алғанда, бөрөтектен алады дегендей, дүнгеннің қысымы аз болғандай,
Көршілері моңғол мен таңғыттарда жиі мазалай бастады. Алтай сынды ата-бабамыздан қалған ұлы тауға арқа сүйеген өралтайлықтар жасаған ерлікті жасауымызға айнала орай бермейді. Алтыбақан алауыз болып отырған ағайынның әзірше бас қосатын түрі жоқ. Жығылсаң түйеден жығыл дегендей, бүкіл елдің тұтқасы болып отырған Жанкайшы мырзаға хат жазайын. Үлкен ұлық бүгінгі патшамыз ғой. Алладан кейінгі патшаның айтқанын уәжіп көрген халықпыз. Мүмкін бір шапағаты тиетін шығар. Елісқанның ойының соңғы байламы осы болды. Ертесі ертемен тұрып, ауыл ақсақалдарын жинап алып, әуелі өз ойларын айтты. Мемлекет тұтқасын ұстаған Жанкайшы мырзаға хат жазбақшы екенін білдірді. Бұған ешкім қарсы болған жоқ. Қарсы болғанды қойып, айналайын-ай, күндіз түні ойлайтының елдің тірлік екен ғой. Елге серке болатын ерлер мабуфаңнан шыға алмай жүргенде, бұлай істеу үш ұйықтаса түсімізге кірмепті, деп іштей күбірлесіп тілектестік білдірді. Рахим молда Сейітхан сияқты кісілерді қасына алып, қатты ұзақ жазды. Құрметті жаңжеші жанабылары, құзырыңыздағы қазақ деген халық өзіңіздің көлгөсір мейіріңізден медет айлап осы үшбу хатты жазып отырмыз. Біз ежелдің ең күнінен Алтай Баркөлді жайлаған ел едік. Сонау Шыңғысхан заманынан атамекенімізден айырылып торғайдай тоздық. Керейдің Тұғырыл өлгеннен кейін халқы телім-телім болып тентіреп кетті. Тек жоңғарлар жеңілгеннен кейін ғана Абылай сынды сұлтан шығып, бүкіл қазақтың басын қосып хандық құрды. Біз сол хандықтың құрамында жүрсек те, Ер Жәнібек Батыр бабамыздың тұсында Көгадай сынды төремізді Ежен ханның құзырына жіберіп, ұлы Қытай патшалығына жартылай бодан болдық. Өзіміздің атамекеніміз болған Алтай, Тарбағатай, Іле өңіріне арт-артынан көшіп келдік. Патшаның жарлығына бойынұсынып Ежен ханға алман салық тапсырып, еліміз тыныш, берекеміз жақсы болды. 1912 жылы Ежен ханның алтын тағы аударылып, орынына Сүнятсин үкіметі шыққан кезде Алтай ұлықтарынан Зәкәрия төре Бейжіңге барып жаңа үкіметке бағыныштылығын білдіріп, шен-шекпен алып қайтқан еді. Содан бергі уақытта Алтай, Тарбағатай, Баркөлді жайлаған қазақтар өз құзыретіңізге бағынып келеміз. Кәрі Жаңжин Яңзышың тұсында аз уақыт ұйқымыз қанып, өркеніміз өсе бастап еді. Жиншурының заманында шырқымыз бұзылды. Тынышымыз кетті. Әсіресе 1931-32 жылдары Шығыс Шыңжаңның әскери қолбасшылығына тағайындалған Шыңшысай Баркөл қазағын қатты күйзеліске ұшыратты. Тұтқындады, қырғындады, атамекенінен айырылуға себеп болды. Шыңжаңның дубаны болып билік басына шыққаннан кейін тіпті де құтырынды. Елбасыларымызды бірінен соң бірін қолға алды. Тым құрыса, олардың қандай қылмыспен тұтқындалғанын, не күнәсінің барлығында айтпады. Ұсталғандарын қайтармады. Соңынан жоқтаушылардың өзін қылмысты ретінде тергеу қалды. Халықтың күнкөрісі қиындап, алман салық ауырлай түсті. Арт-артынан қырғыншылық жүргізді. Бір реттің өзінде Әліп сынды елбасының ауылын шауып, бала-шаға демей 117 адамды қырып салды. Дініміз бен тіліміз аяқ асты етіліп, халықтың үкіметке, мемлекетке деген сенімі кетті. Қыспаққа түскен халық бас сауғалап, жан-жаққа тентіреп кетті. Ал Шыңшысайдың ұшақтары қашқан халықты бомбалап, қаншама бейуаздың ханын судай шашты. Жанын бағалмаған халық азып-тозып, күн көріс қамышын Гансу мен Чинхайға босты. Мұндағылар алғашында жақсы қарап, мемлекет тарапынан бөлінген көмек қаржысын үлестіріп беріп еді. Соңында ол да жемқорлардың қалтасына түсіп, халыққа жетпейтін болды. Халықты жарылқау бұлай тұрсын астымыздағы атымызды алды. Аң аулап күн көріп отырған қару жарағымызды жинап әкетті. Онымен қоймай, бара-бара ұлымызды құл, қызымызды күң етуге кірісті. Балаларды оқытамыз деген сылтаумен жинап алып, ауыр еңбекке салды. Қазақтар ұлықтардың алдына арызданып барса, шыдасаңдар осы, шыдамасаңдар Шыңжаңға қайтарамыз деп қорқытады. Біз ешқашан Шыңжаңға қайта алмаймыз. Мемлекеттің қай жерінде жүрсек те сіздің әміріңізде боламыз. Қазіргі жағдайдан қарағанда, өріс қонысы үшін Чинхай Гансу жері қолайлы орта болатын түрі бар. Жан саны да тығыз емес екен. Біз үлкен жағынан сіздің құзырыңызға бағынғанымызбен ішкі мәселемізді діни және салт дәстүр, шаруашылық сынды өз ісімізді өзіміз басқаратын дербес қазақ аймағы болып құрылуды сұраймыз.
мемлекетке бір тұтас тапсырып беретін алман салықты өзіміз жинап, өз ішіміздегі мәселелерді өзіміз реттеп отырсақ, халық үшін де тиімді болар еді. Біріншіден Алладан, екіншіден өзіңізден бір медет тілеп, осы 3 бу хатты жазып отырмыз. Мемлекет атасы, халық баласы деп білетін біздердің сіздің өзіңізден басқа сенеріміз де, сүйенеріміз де жоқ. Қара ормандай қалың халқыңызды қан жылатпай қанатыңыздың астына ала көріңіз. Өзіңізден шапағат тілеуші бұқараңыздың өтініші жерде қалмайды деп үміттенеміз. Сізден медет күткен Шыңжаңнан Гансу, Чинхайға босып келген қазақ бұқараңыздың өкілдері. Сіз халықты жарылқасаңыз, Алла сізді жарылқасын. Жаңжешінің жауабын күткен сары таңдар сараң жылжып өтіп жатты. Хаттан жауап болмады. Алтай жерінде басталған ұлт азаттық қозғалысының хабарын алған Жаңжеші мырзаның Гансу Чинхайға бұрылар мұршасы болмады ма? Әлде хат ол кісінің қолына тимей орта жолда қалды ма? Оны анықтау қиын еді. Шенин қаласына қалың атты қазақ келе жатыр дегенді естігенде Мабуфаң қатты үрейленді. Әскери басшыларын шақырып алып, сақ болыңдар. Шыңжаң жерінде қазақтардың көтеріліп жатқанын білмеуші ме едіңдер? Бұлар өте аяр халық. Көріністе жуас болып жүреді де, жалғыз-ақ күнде тап береді. Ас беріп отырған қожайындарында өлтіре салудан тайынбайды. Алтайда әкімнің басын кесіп алып, шеріктерін қынадай қырғанын естімеген боларсыңдар. Бұлардың көзіне қан толса тоқтату қиын. Барлық әскерлер мен қарауылдар әлде қандай іс бола қалса дайын тұрсын. Бірақ естеріңде болсын, оларға сыр алдырушы болмаңдар, дегенді қадағалай тапсырды. Мабуфаңның бұлайша қорқуының да себебі бар. Ол Қасымды өзіне қаншама тартып, Елісханға сан рет қайрап салса да, ол аса желпініп кетпеді. Елісханды құрт немесе оның түбіне жет деген секілді бұйрықты бере алмайтыны өзіне аян. Ал Қасым кішігірім тапсырмаларды екетпейді. Даланың тағысын ұстаудан тайынбаған Қасымның Елісханнан жасқанғаны ма, әлде орайлы сәтін күтіп жүрме, ол жағын Мабуфаң да анық айыра алмайды. Десе де өзін қазық қылып, арқандаулы аттай айналсоқтап жүретін оны тағы бір шырғаға тартып көргісі келді. Қазақтардан келетін арыз-армандардың қағаз түрінде келетіндерін жинауға өзің жауапты бол. Олардың қағаздарын мен жинап алғанымен бәрібір танымаймын ғой. Тіпті ауызша арыз айтып келушілер болса да оны қағазға жаздырып алып, артынан маған қытайшаға аударып жеткізерсің, дегенді тапсырды. Қасым бұл тілектен аттай алмады. Сөйтіп, құс жаңылып торға түседі дегендей, Қасым тағы бір қақпан басты. Мабуфаң, Мажунго, Зайдар ақындар арқылы Тәшербай тоқайларды іске салып, Елісханға қарсы арыз топтап, оны Қасымның қолына жинап беріңдер, дегенді айтты. Сөйтіп, Қасым былайғы елбасыларына Елісханның үстінен арыз топтап жатқан адам болып көрінді. Мабуфаңның күткені де осы еді. Мұндай сыбысты Елісхан сырттай естісе де түк білмегенсіп жүре берген. Осы бақай қолығым арада жүрген қазақтар жағынан Елісханның құлағына жетіп қойған жоқ бекен, дегенді ойлаған Мабуфаң бекерден бекер қалтыраған жоқ еді. Елісхандар қырық-неше адаммен келіп түскенде түк сезбеген раймен құрақ ұшып қарсы алды. Елбасыларының қабақтарына кезек-кезек жаутаңдай қараған оған қарсысындағылардан ешқандай жаулықтың сыңайы аңғарылмады. Бірақ көңілдерінің бұлты көздерінен көрініп, ар жақтарында сыз жатқандай білінді. Сөзді Елісхан бастады. Қазақ деген тынышсыздау халық сізді қайта-қайта мазалай беретін болды. Елісханның отты жанары Мабуфаңның өңменнен өтіп барады. Сөздерін нығарлап, ызбармен сөйледі. Ұйқыңызды бөліп, ордаңызды абыр-сабыр күйге түсірсек кешірерсіз. Жөн, деп оның сөзін бөлді Мабуфаң. Хан да қарамен, қара да ханмен дегендей, ел басқаратын ұлықтардың міндеті де қара халықтың мұңын мұңдап, жоқ-жітікке қарайласу ғой. Мабуфаңның жолға түскен жорғадай майпаңдай жөнеліп, майырла сөйлегені Елісханның шамына тисе керек. Сөздің соңын тоспай қатты-қатты сөйлеп кетті. Қазақта тоқал ешкі мүйіз сұраймын деп құлақтан айырылыпты деген сөз бар. Атымызды алдың, құралымызды алдың. Баламызды тартып алып, елді шулатқан шеріктеріңді өзіңе тапсырып беріп, көп сұмдыққа тиім болама деп ойлап едік. Атамның шоты аса-аса тиедінің кебін киіп отырмыз. Мұсылман ел ғой, бауырына паналасақ саясы түсер деп ойлап едік. Саған келгелі ел ішінде ашарық көбейді. Қарақшылар мал қуғанын қоймады.
Өзінің қорасындағы малын айырып алмаққа атқа міне қуған немеренім Қабиді таңғыттар атып кетті. Жергілікті жердің әкімдеріне арызданып едік, оны тыңдайтын ешкім жоқ. Жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Өздерің елдің малын қуып жүргенде өлген адамдарының жаласын кімге артпақсыңдар, деп өзімізге тап берді. Оған да сабыр сақтап едік. Кеше ғана тауда аңғарап жүрген 5 азаматымызды қарақшылық жасап жүрсіңдер деп шеріктер атып кетіпті. Осы елдің иесі сіз болғандықтан алдыңыздан өтейік деп келдік. Егер мұны сіз тимасаңыз өзіміз тиямыз. Ана жолы да айтып едім, қазір де айтамын, соңғы рет айтамын. Тентек пен тебіз мал қуған қарақшылар тектелмейтін болса, олардың көкесін өзім-ақ танытамын. Сонан кейін мұның не деп бізді кінәламайтын болыңыз. Елісқан ғана емес, тұтас ел адамдарының жауар күндей түнеріп, өзінен жауап күтіп отырғанын аңдаған Мабуфаң бастабында ыржимақшы ыңғай танытып еді. Онысынан ештеңе шықпай, жақ еттері бүлкілдеп кетті. Не күлерін, не жыларын білмеген халде көзін жыпылықтатып. Кісі өлімінің болғаны шын ба? Істің анық-қанығы Елісқан мырзаның айтып отырғанындай ма? Деп көпке қарады. Бір қария қозғалақтай орнынан тұрып: қарағым, қатты айтты деп айыпқа бұйырма. Халқы қаралы болып қан жылаған соң зарын жеткізіп жатыр ғой. Бәріміз бір Алланың құлымыз, мұсылманбыз. Бауырмал болғанымызға не жетсін? Бір-бірімізге қайырымды болайық, кешірімшіл болайық. Ауылдан тоқты-торым өліп отырған жоқ, арыстай азаматтарымыз құлап жатыр. Елісқан соның жайын айтып, өзіңнің алдыңнан өтейік деп келіп отыр, деді. Алғашқы сөзде не айтарын білмей әңгі-тәңкі күй кешкен Мабуфаңға тіл шыға бастады. Сұмпайылар, деп ақырды ол. Олар шетінен сұмдар екен ғой. Мен оларды аудан әкімі деп сеніп жұмыс тапсырып жүрсем, Мабуфаң қарсысында отырған қазақтарға көрсететін сесін әкімдерге арнап айтып жатқандай көрінді. Өз басым мұсылманшылықты жақсы білемін, ұры қарақшыларға ешқашан рахметпеймін. Әкімдерге тапсырма беріп, ұрылардың аяғын тиямын. Тағы да өз білгендерінше істеп, қарақшылық жасап жатқандар болса, аямаңдар. Ондайларды маған тірідей ұстап әкелсеңдер, көздеріңше атып тастаймын. Қазырақ бұлап талауға ұшыраған халыққа қазынадан астық бергіземін. Менің шын тілегімді елге жеткізерсіздер, халықтан кешірім сұраймын, деп сөзінің соңын жұмсарта сөйледі. Бір бөлім ақсақалдар тобы: жөн ғой, енді қайтсын, мақұлға жауап жоқ, деп күбірлесіп кетті. Елісқан кекесімен мырс етіп, мұртын ширата сылап алды да отырғандарға жағалата көз қыдыртып: бізді бала сияқты алдағысы келеді, деді. Сосын Мабуфаңға тігіліп: сонда сол әкімдеріңізбен ұрғарылармен бетпе-бет отырып, мәселенің мәніне көз жүгіртсек болмас па? Қазақтың билер соты Көктөбе кеңесі деген болушы еді. Онда әр екі жақтың даугерлерін қатар отырғызып қойып, қазылар сарапқа салып барып шешетін. Солай жасауға болмас па екен? Мабуфаң талмауына ұрылған тосын сөзден түйткілсіп қалды. Болады, деді қылғынып. Неге болмасқа? Елісқан мырза өте дұрыс айтып отыр. Осыны айтқан Мабуфаң шұңғыл көздерін Елісқанға қадап суық жымиды. Елісқан мырза дұрыс айтады. Мен Долан ауданының әкіміне бұл істі бір жайлы ету туралы бұйрық беремін. Қалай шешетінін сіздерге өзі хабарлайды. Алаңсыз болыңыздар, арыздарыңыз жерде қалмайды. Кейбір адамдардың бізге сенгісі келмейтін сияқты. Менің орнымда сіздер отырсаңыздар қалай болар еді? Бәрібір бастыққа разы болған халықты таппайсыздар. Ендігісін әкімдер бір жайлетсін. Менің жоқ-жітікке дайындап қойған сәлемдемемді ала кетуді ұмытпаңыздар. Елісқан тағы бірдеме айтпаққа оқтала беріп еді, қасындағы қожақын етегінен ақырын тартып: тілі майдан емекен, шығарып салу үшін құрғақ сөзге семіртіп отыр. Ақсақтың аяғына бақ, деді. Аузыңды ауыртып қайтесің, осы да жетер, деп күбір ете түсті. Мабуфаң мырза, ат кекілін кескеніміз осы шығар. Сенің сайтанша құбылып, сабынша бұзылатын сұмдықтың есі екенің шын болса, әкімдеріңнен әділдік күту қиын. 40-на да шыдадық, 41-не де шыдаймыз. Жиналысыңды да көрейік. Егерде қоян бұлтаққа салып, арам ниетпен алдау сұрататын болсаң, алдыңа келіп мөлиеді екен деп ойлама. Кім маған және менің еліме қаруын кездесе, сол менің жауым. Қазақ деген елді танымай жүрген ондай сұмдар, алдымнан көлденең шықса, қанына қан, жанына жан аламын. Сен секілді екі жүзді мүнафиқ сатқыннан қорқатын дәнеңем қалған жоқ.
Елісқанның соңғы рет өзіне тігіле қараған жанарынан осыны оқыған Мабуфаң бір емес, екі емес, маған жол жорық көрсетіп, ақыраңдап сөйлейтін сен кім едің? Сайда саны, құмда ізі жоқ қашқын қазақтар-ау, арт жағыңа қарасаң нетті? Неменеңе шіреніп кеудеңді көтересің? Өзің іздеп жүрген әділдікке ақыретте жететін шығарсың. Сөзіңді естімек түгілі жүзіңді де көргім келмейді. Батырмын, кереметпін деп арыстанша айбаттанғаныңмен жолбарыстың жол бикелігін білмейсің. Түбіңе де сол алаңғасар ал кеуделігің жетеді. Сенің көріңді мен қазбаймын, өз бауырларың қазады. Осыны білсең етті, сорлы қазақ. Өлетін бала бейітке жүгіреді деп мәтелдегенде сондайсыңдар. Маған қарсы жүгіргенің ажалға асыққаның екенін білмеуші ме едің? Сенің көзің жоғалған күні менің ұйқым тыныш болар еді. Сен секілді серкесымақтарды құртсам, бірін-бірі жамандаудан аса алмайтын бақталасқыш қарашаларың маған құл болмай қайда барады? Деп тісіне басты. Елісқан мен Мабуфаңның көздері түйіліскен сәттік арпалыста, іштерінде түйдектелген көп сөздер дәл осылай көпіршей тулап жатты. 1940 жылдың жазы шыға салысымен, Мабуфаңның тапсырысымен Долан аудандық үкімет қазақтар мен моңғол Таңғыт ортасындағы даушарды шешу туралы арнайы жиналыс шақырды. Басқосуға қазақ өкілі Елісқан, моңғол өкілі КК ауданының әкімі Чихутян, Уаңжа ауданының әкімі Уаңдыхай, Тибет өкілі Уаңшыдайхайдың өкілетті адамы Чию Шижие секілді лауазымды тұлғалар шақырылған еді. Бұлардың әрбіреуіне қазақтардың қойып алған Күрлік Уаң, Мұртық деген секілді лақабаттары да бар. Әркім өз тобымен келіп түсіп жатты. Долан ауданын жарып ағатын Көкөзеннің аяққы жағалауындағы сазға қазақ қосынын бастап Елісқан құсымандар тобы келді. Жай келе салған жоқ. Бір ауыл болып артынып-тартынып, жейтін мал, қазаншы, қосышымен өз салтанатын көрсете келді. Десе де, қазан аяқ ұстап, ұсақ жұмыстарға жүгіріп жүргендей көрінген жігіттердің барлығы сайдың тасындай іріктеліп алынған азаматтар еді. Секей секілді қарт кісілер Елісқаннан бөлініп, әдейі сөз тарту үшін басқа жаққа түскен қазақ уаңдарының арасына кетті. Қожақын, Әлімбек бастатқан азаматтар күндіз түні қарауыл күзет істерін қадағалайтын болып, қаруларын іштен асынып жүрді. Саз бойына қаздай тізіліп, қалың киіз үй тігілді. Бұлардан оқшауырақ түскен моңғолдар тобы қараша үйлерін тіксе, таңғыттар қара шатырларын қалқайтып жатты. Таңғыттар мен қазақтар арасындағы өлген адамның құн дауы болса, моңғол мен қазақ арасындағы мал дауы еді. Ертесі бір топ таңғыт моңғолды бастатқан Мұртық аталатын Тибет өкілі Елісқанның ордасына бас сұқты. Мұндай орайды қазақ салтанатымен өткеруді қалт жібермейтін жігіттер жағы мал сойып, дастарқан дайындап, зыр жүгіріп жүр. Әуелгі әңгіме таныстықтан басталды. Елісқанға шекесімен қараған Мұртық аман сәлемнің арасында: "Елісқан мырза, биыл нешедесің?" деп тіл қатты. "Алла қаласа 31-ді бітіремін." "Аллаң қаламаса 31-ді бітіре алмай қаласың ба?" "31-ге қарағанда 40 деген көп жас қой. Мен биыл 40-тамын. Өліп кетсем де өкінішім болмайды." Кімнің ерте, кімнің кеш өлетінін біз шешпейміз. Ол Алланың қолында. Тіпті білгіңіз келіп тұрса айтайын, сіз өлгеннен кейін 3 күннен кейін өлемін. Мұртықтың жүзі сұрланып, тұтас денесімен селкілдеп кәрлене күлді. 31-ді 40-қа айырбастаудың өкінішті екенін білмейді екенсіз ау. Қазақта ер басына күн туса етегімен су кешер, ат басына күн туса ауыздықтан су ішер деген сөз бар. Елімнің жоғын жоқтап жүріп, дұшпанымның белін сындырып 30-ында опат болып кеткен ерлерде арман болмайды. 40-тың қырқасына шықса да шырқыраған шындықты айталмаған адамнан ерлікті де, елдікті де күту қиын. Мұртық мырза, сіз менімен тәжікелесу үшін емес, екі арадағы дауды шешу үшін елдесуге келіп отырған боларсыз. Мұртықтың өңі одан әрмен қара сұрланып: "Әрине, елдесу үшін келіп отырмыз. Мен үлкенмін, сен кішісің. Ағаң болған адамды сыйлай біл дегенім ғой. Сырттан келген адам ең әуелі сыпайылықты үйренгені дұрыс. Бірден беттен алып безбүйректікке бассаң, түбі жаман болады. 31 жасыңда өз түбіңе өзің жетпе деп, ағалық ақылмен әдейі ескертіп отырмын", деді. Елісқан болмашы езу тартып суық күлді.
Бұл жерде аға бауыр үлкен кіші деген болмайды. Бәріміз бір-бір елдің өкіліміз, тереземіз тең. Сіздер дәл қазір менің қонағымсыздар. Шаңырақ менікі. Сол үшін де бұдан әрі қатты сөйлеуге ата дәстүрін аттағымыз келмейді. Айтарыңыз болса сыпайылықты сіз бастаңыз, біз қостайық. Өзінің өңшең ығай-сығаймен баса көктеп кірген Тибет өкілі Елісқанды айбармен жаншып ықтатып аламын деп ойлап еді. Арыны басылып, қарсысындағы көкжалға қаймыға қарауды үйрене бастады. Солай бола тұра аттан түссе де үзеңгіден түскісі келмей. Өз басыңыздан сөз асырғыңыз келмегеніңізге қарағанда, арамыздағы дау туралы өз міндетіңізді де білмейтін түрлеріңіз бар. Біз қазақтар келуден бұрын тыныш жатқан ел едік. Бар бәлені бастаған сендерсіңдер. Ең алдымен осы жағын ойлап алғандарың жөн болар ма екен? Деп тағы бір соқтығып өтті. Елісқан енді онымен сөз таластыра беруден көрі істің шешімін айтқысы келді. Әр екі жағымыз жеңістік аламыз деп танауымызды желбірете бергеннен көрі, таланған мал мен адамның тізімін жасаймыз. Сосын малды кім, неге ұрлады, соны анықтаймыз. Әйткенменде мал деген жердің құрты ғой, бірде бар, бірде жоқ. Ал адамның басы күнде көктей беретін көк көлдің құрақ емес. Алдымен әр жақтан өлгендердің санын, аты жөнін шығарып алып, бір-бірден себебін анықтайық. Қалғаны рет-ретімен шешіліп отырады. Елісқанның талас тартыстан жалт бұрылып, істің шешімін шығаруға қарай жөн сілтеген сөзіне қарсы жағы не дерін білмей жапырыла берді. Істің астарында өңілгенде олардың іздегені бітім емес, бүлік болатын. Бірақ мына қазақ сол тұзақтың бәрін баспай, алдыңғы ашуын мүлдем ұмытқандай жайдарлана сөйлеп отыр. Қалғанын ертеңгі кеңесте сөйлесерміз деген таңғыт моңғол тобы Елісқанның алдынан жүні жығылып шықты. Уағдаластық бойынша ендігі кеңес таңғыттардың шатырында өтетін болды. Бұл бас қосуға Елісқан, Құсыман, Көкей, Сәдей, Қожақын секілді бір топ барды. Әр екі жақтың даугерлері өз жоқтарын ортаға сала бастағаны сол еді. Есіктен қызыл киімді екі моңғол кіріп келді. Кірген бойда шапандарын көлбіретіп, бастарын жерге ұрғылап, «Дәт тақсырлар, дәт» десті. Аудан әкімі егін көтеріп, «Айтыңдар, қандай дәттерің бар?» деп олардың бетіне қарады. Тоқпақтай айдары бар, мосқалдау біреуі сөз бастап. Қазақтар күндіз күлкі, түнде ұйқымыздан айырып, тыныштық бермейтін болды. Елісқан мен Сабырбай елінің жігіттері 60 жылқымызды қуып кетті. Іздері де сайрап жатыр. Сол жылқыларымызды алып беруге әр екі жақтан адам қосып берсеңіздер екен, малымызды қайтарып беріп, қарақшыларды жазалауларыңызды өтінеміз, деді. Екіншісі оның сөзін қостап, екі жақтың адамдары бас қосып, 4 қарагөз түгел отырғанда, алдымен осы мәселені шешіп берсеңіз екен, онсыз да даулы мәселелерді шешкелі бас қосып отыр екенсіздер ғой, дегенді айтты. Аудан әкімдері мен Тибет моңғол жағының өкілдерінен тартып не дер екен дегенде Елісқанға қарады. Біздің бірінші шешкелі отырғанымыз мал дау емес, адам құны. Малдың дауын шешерміз, адам құнын қайтерміз деген басымыз қатып отыр. Алдымен бүгінгі мәселелерді шешіп алсақ, айтқандай болып қарақшылардың ізі сайрап жатса, осы реткі мәжіліс аяқтаған соң түп-түгел барып бірлікте шешейік. Сол үшін көлденің бөгеттерге көгенделгенше алдымен адам дауын шешіп алайық, деп әкімдердің бетіне қарады. Бұл сөзді естіген таңғыт моңғол жағда өре түрегелді. Елісқан мырза, алдымен өз тентектеріңді тие алмай отырып, өзгені қалай кінәламақсың? Сен мұнда әділдікті айтқалы келдім дейсің. Артта қарақшылардың тонаушылықпен айналысады. Мұны қалай түсінуге болады? Елісқанның көздерінен от шашырап, әкім мырза, келісім бойынша әуелі кісі өлімін адақтап алуға келісіп едік қой. Біздің тентектердің іс бүлдіргені шын болса, ол да сұраусыз қалмайды. Алдымыздағы күрмеуі күрделі мәселелерді шешіп алайық. Қалғаны қайда қашар дейсіз? Бұл дауларыңыз қасақана жасалып отырған қысастық, дегенді қатты айтты. Сөзге мұрты қараласты. Елісқан мырза, әкімдерге жолдырық көрсетіп қалай сөйлейсіз? Бұл да мәселенің біреуі. Алдымен алдыңдағы отырған адамдардың істерін адалдықпен шеше алмасаң, өткен істердің түбіне қалай жетесің? Мабуфаң мырзаның айтуы бойынша, Долан ауданына өткен кеткен дауларды шешу үшін жиналып отырмыз. Енді міне, көлденіңнен көк аттының дауын қуып, алдымыздағы істі атқарусыз қалдырмақпыз ба?
шешілмейтін дауды шеменге байлағанша шақырмай-ақ қойғандарың жөн еді ғой. Бүйтіп жылап келетіндер керек болса, кеше өз адамдарын атып кеткен Қабидың кәрі шешесі мен жас қатыны қайғыдан қан жұтып, көз жасын көл қылып отыр. Қазір-ақ адам жіберіп, соларды алдарыңызға алдырып, зар илетіп қояйын. Сонда солардың дауын алдымен шешер ме едіңіздер? Сіздерге елдік керек болса, дауды теріс бұрмай жөнімен шешейік. Бізге елдік керек, саған жаулық болып көрініп тұрма, өңшең қарақшы. Жаулық керек болса, тап қазір-ақ бірнешеуіңді жайратып салатын едім. Осыны айтқан әкім қатты бір ақырып, жан құралына қол салды. Елісқанның жанында отырған Құсыман орнынан атып тұрып: елдік іздеп келген болсаңыздар, екі жақты бір-біріне телейтін желім керек. Ақылмен сөйлескілеріңіз келсе, ақырын сөйлесеміз. Қатты кетеміз десеңіздер, сіздерде бар қару, бізде де бар. Әкім басыңызбен жұртты бірлікке шақыра алмасаңыз, мұнша халықты қолға қалай ұстамақсыз? Деп ақырып қалды. Сыртқы шапанының түймелерін ағытып, алдын ашты да беліне қыстырулы тапаншасын жарқ еткізді. Екі жақтың ақсақалдары басу айтып, жаңжал бәсеңсігенімен жиналыс берекесіз аяқталды. Негізінде кеше қазақтар қосында, бүгін таңғыттар шатырында бас қосып, әр екі жақтың бұланған малым мен өлтірген адамын анықтап алмақшы еді. Кешегі бас қосуда бәлездеген таңғыттар жағы бүгінгі жиналысты тағы өлдірді. Бұл реткі бас қосудан жанына күдік ұялаған Елісқан ләм-мим деместен орнынан тұрды да адамдарын бастап сыртқа шыға жөнелді. Бұлай шыға бере Елісқан: мыналардың ойлаған бір сұмдығы бар. Алдымен соны білуіміз керек. Меніңше, дәл қазір бұлардан шешім күтуден гөрі аспандағы ай жуық сияқты. Сондықтан, сәдей сізге тапсырарым, Секей Шаңғиядан хабар біліңіз. Қазақтар жағында дүнгендермен әмпей-жәмпей болып жүргендер бар. Олардың не білгені бар екен? Қошу, сіз Сары Ұяңмен жақсы таныс едіңіз ғой. Соның тамырын басып көріңіз. Ал өзімде тыныш жатпаймын. Сөйлесетін адамым бар, дегенді айтты. Кешкі астан кейін өзен бойында отырған Елісқан есекке мінген бір ұйғырдың үйдің жанына түсіп жатқанын көріп, солай беттеді. Долан аудандық үкіметке кіріп шығып жүргенде танысып, досжар болып кеткен ұйғыр қарауылдың бір екен. Бірде Елісқан аудан әкімінің өзіне сыйлаған арзан сыйлықтарының бірін ұсынып көңілін аулап қойған болатын. Содан бері бір-біріне жылы сәлемдесіп, әкім Жамбылының жаңалықтарын ауық-ауық жеткізіп тұратын. Бағана біреулерден хабар айтып, келіп кетуін өтінген болатын. Ол Елісқанды ауашалап. Таңғыттар мен моңғолдардың елбасылары аудан әкіміне бірнеше қашыр қартқан аң терілері мен алтын күмістерін сыйға тартыпты. Бұлардың бәрі жоғарғы төмен болып астасып отыр. Ертең шешуші жиналыс аудан Жамбылында болады. Соған Құсыман екеуіңді шақырады. Текке шақырмаса керек, қалайда жақсылық жоқ. Онсыз да Жамбылдың ішіне пулемет құрып, қалың қарулы әскер сайлап отыр. Қапы қалып жүрмеңіз. Мына бейуақты жамылып келіп, сізге имандай шынымды айтып отырмын. Жаратушы хақта сақтансаң сақтаймын деген, ендігісін өзіңізге аманат, деп сыбырлады. Мұның шын өтірігіне көзі жетпей, осының бәрі шырға болып жүрмесін, дегенді ойлай бастағаны сол еді. Секей Шаңғияның сәлемін алып, Сәдей келді. Секей болған жайды Сәдейге ауызша айтып, оның сыртында хат жазып жіберіпті. Әсілінде іс былай болыпты. Елісқанға тісін басқан Мабуфаң өзінің сөзін сөйлеп, сойлын соғатын Таңғыт, моңғол қазақтарды жеке-жеке шақырып алып, арнайы тапсырмалар беріпті. Онсызда кінәлі болғалы отырған Таңғыттар жағының Долан ауданының әкімінің аузын майлағаны да шын екен. Осылайша, ертеңгі болатын жиналыс үстінде Елісқанға қарсы жүретін алғашқы жүрісті Таңғыттар мен моңғолдар бастап, өз айқақтарын қоймақшы екен. Елісқан оған қарсылық білдіріп, өре тұрғанда екінші жүріс ретінде Қасымның қолындағы қазақтардың бір құшақ арызын жайып салмақшы болыпты. Сөйтіп, жауының ұпайын түгендеген өз жақындары: біз осы елге бағынышты болайық дегенде, Елісқан оған қарсы шығып, алман салық тапсырмаңдар деп ел ішіне ірткі салды. Елісқан келуден бұрын ұлттар ара қарым-қатынасы жақсы еді. Елісқан бәрін жауластырып болды. Інісі Қабиді мал қуып әкелуге жіберіп, енді оның өлімін Таңғыттарға жауып отыр деген сияқты көптеген пәле қазаларды дайындатыпты. Ал сол арыздарға бір мұнша қазақтың қол қойғаны да рас дейді. Осылайша жығылған үстіне жұдырық дегендей,
бәрі бастырмалата келе Елісқанды бас көтере алмайтындай қылмысты етіп түрмеге тықпақшы көрінеді. Осыларды ауызша айтқан Секейдің хатында мынандай сөздер бар екен: «Қарағым, әкеңмен замандас өткен адам едім, мына кәрібас нені көрмеді. Қазақтардан сыр тартуымша, сендерді шақырып алып тарпа басталмақшы. Тілімді алсаң, жиналысқа өзің бармай өзгелерді жіберіп, аңды-саңдып көр. Сенің жауың жалғыз дүнген, жалғыз таңғыт пен моңғол болып отырған жоқ, өз қазағың, туысқандарың жау болып отыр. Арызға алдымен қол қойғандар да солар. Абайла балам, бәрін ақылмен аңғарарсың», депті онда. Елісқан үйге кіргенде оның артынан қошу да ілесе кірді. Аудан Жамбылының іші көк бөрте әскер. Тап бір соғыс болатындай әлденеге дайындалған түрі бар. Сары уянға тікелей сөйлесе алмай, жанындағылардан сөз тартсам, ертең жазалайтын қылмыскерлер бар, соған дайындалып жатырмыз, дейді, дегенді айтты. Ертесі ерте Жамбыл жақтан Елісқан құсмандар тез келсін деген хабар келді. Елісқан хабаршыға: «Я, қазір барамыз», деді де Омар Көкей Сәдей үшеуіне: «Сендер барыңдар, тымауратып қалды, түстен кейін келіп қалар деп, олардың шын кеспірі қалай екен, соны біліп келіңдер», деп тапсырды. Көп өтпей олар қайта оралды. Елісқан мен Құсман келмесе іс бітпейді деп жатыр. Сұмдардың ішіне бүккен арам ниетінің барлығында шүбә жоқ. Тезірек қимылдамасақ, қапы қалатын түріміз бар. Тарпабас салғалы дайындалып отырғандай, түстері тым суық, дегенді жеткізді. Елісқанның өңі сұрланып, ұрт еттері бүлкілдеп, көздеріне қан толды. Жіңішке мұртын соза ширатып, салқын мырс етті. «Ойыншық қылатын адамды тапқан екен. Бізді бала көреме осылар, мұсылман тонын жамылған дүнгендері құрсын. Мабуфаңды алғаш көргенде, сақалы егінің астына қайырыла біткен қара сүрін емекен, қайырымы аз, қанды қасабы көп болар мекен деп түңіліп едім. Сол ойым алдамаған екен. Мұны баяғыда білгенде, басымызға айдар қойып кәпір болсақ та, туған жерімізде өлмес педік. Жаман қатын жас баланың көз жасымен мұрын боғына қалған екен біз-ау. Енді амал жоқ. Біздің жоғымызды осылар түгендеп бермей-ақ қойсын. Өз қотырымызды өзіміз қасып, өз жоғымызды өзіміз жоқтаймыз. Біреуге құл болу үшін жаралған жоқпыз. Қарап отырып намысымызды таптатқанша қарсыласып өлгеніміз артық, деп атқа қонды. Қазақ қосынынан мұндай тосын қимыл күтпеген жиыншылар ес ақылын жинап, алды артын түгендегенше, қарулы қостың қорғауындағы шағын көш Долан өңірінен ұзай берді. Елісқан ат үстінде тас мүсінше мелшиіп, ешкімге тіл қатпай түнерулі келеді. Бұл жалғанда жалғыз Алладан басқа сенері жоқ. Арыстанның аузынан қашып шыққандағы мейір күтіп, медеу тұтқаны жолбарыс пен шие бөрінің апаны болған екен. Шыңшысай, Жанкайшы, Мабуфаң тура солар сияқты түрі ұқсамағанымен тегі жыртқыш жаралған қорқаулардан аумайды. Шыңшысайды кәпір ғой деп кінәлап еді. Мұсылман тонын жамылған қылый көз бауыры да безбүйрек болып шықты. Бар сенген байталымау айғыр шауыптының кебін киді. Атақты құсбегі Жалайыр Шора Алтай мен Атыраудың арасындағы құс төрелерінің бәрінде оп-оңай ұстап алатын ерекше адам болыпты деседі. Сонда зеңгір көкке самғаған қырандар: «Аспанда жүрсем қанатым талады, жерге қонсам Жалайыр Шоралады», деп қамыға армандайды деуші еді. Бұлай қараса, жер бетін жалмап келе жатқан қызыл өрт алдын орайды. Бұлай қараса, сүйір тілін жалаңдатқан алып аждаға аузын арандай ашып тап береді. Ағайын жұрт дейін десе, қырғи қабақ аға бауыры қырық пышақ болып қырқысуға дайын. Қайда барса да қорқыттың көрі. Қайран қазақ, қайран елім, шынымен-ақ осылай ұстағаның қолында, істегеннің аузында телім-телім болып тентіреп кеткенің бе? Басың бірігіп, бақытың шалқып, бауырыңа құт үйейтін қасиетті күндерің қайта айналып келер мекен? Шіркін. Елісқанның шаралы жанарына тоңған мөлдір тамшылар төгілуге шақ қана тұр. Бір кездері ата-бабаларымыз түрік жұрты болып тұтасып тұрғанда аузымызды айға білеген айбарлы еледік. Сайын даланы ат тұяғымен қуырған сол түстің баһадүрлері. Үстімізде аспан, астымызда жер, ортасында түрікпіз деп қана білуші еді ғой. Тіпті онан кейінгі жаһанды жалпағынан басқан Керей мемлекеті, Найман мемлекеті секілді ордалы ел болып тұрғанымызда бізді кім шайқай алушы еді? Шайқамақ түгілі Шыңғысхан сынды әлем патшасын атқа қондырып, алтын таққа отырғызған біз едік қой.
Аспан астын уысына ұстап, дүниені бағындырған көктен жауған моңғол емес, Керей, Найман секілді батыр елдің кеудесін оққа төсеген оғландары болатын. Бірақ сол Шыңғыстың қаһарлы дауылы өзгемен бірге өзімізді де қалтыратты. Қасиетті Алтай даласынан алғаш үркіп, сырға дейін бостық. Енді ғана еш жиып ел бола бастаған замандарымызда жоңғарлар атқа мініп, халқымыз тағы ақтабан шұбырынды болды. Ұлымызды қол, қызымызды күң еткісі келіп, қазақ даласын қанмен жуды. Алла тағала қазақтың маңдайына Абылайдай ұлды беріп, есімізді жиып еңсемізді көтердік. Қабанбай, Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, Ер Жәнібек бастатқан ел үшін еңіреп туған баһадүрлер толар сақтан хан кешіп, елі мен жерін қорғады. Жоңғарлар жеңіліп, қазақ жері жаудан тазарды. Ақ байрағын жалаулатқан ата-бабаларымыз ескі мекенін іздеп, Іле, Алтай, Тарбағатай өңіріне қайта шұбырды. Тасы алтын, тауы күміс, топырағы май киелі Алтай даласы аталарымызды жатырқаған жоқ. Көне жұртымызға келіп, керуенімізді доғарып, керегемізді жайдық, ұямыз бүтінделіп, ұйқымыз қанып өсіп өне бастап едік. Тәңір оны да көп көрді ме, баяны аз болды. Жау жағаға жармасқанда бөрітектен алып, іргеміз сөгілді. Киелі мекеніне мекірене келіп, мерейі өскен абақ елі тағы бұзылды. Алтай қазақтары ендігі жерде Майлы жайыр, Еренқабырға, Боғда, Баркөл өңіріне бытырай бастады. Барған жерінде де басқаның көз алартуынан аулақ бола алған жоқ. Ата-бабадан қалған ар намысымызды былғатпаймыз деп, қарсы келгенге қасқая шаптық. Қол еткісі келгеннің өзін күйреттік. Бірақ досымыздан жауымыз көбейді. Соңғы дәуірде ежелдің ең күнінен дұшпанымыз болып келген Орыс пен Қытайдың бірге қалып, бізді құртпақ болғаны халқымызды тағы да қансыратып кетті. Қайда барсаң да, әр сайдың аңғарында, әр таудың қуысында қанға шыланған қазақтың домаланған басы. Тағы да қан, тағы да көш, сайда санымыз, құмда ізіміз жоқ сандалып жүрген түріміз мынау. Алла тағаланың мейір шапағатын жаудырып, басымыздан сипап, бауырына тартатын біреу табыла ма, жоқ па шіркін. Баяғыда ата-бабаларымыз Атырау мен Арқадан Алтайға көшкенде, аталарымыздың күл төккен мекені, арғы әкелеріміздің басы көмілген байырғы жұртымыз ғой, дегенді үмітіне өкетіп, үдіре көшіп келіп еді. Гансу Чинхайға қарай ағылғанда, бізде сақ үйсін бабаларымыздың байырғы мекен екен, деп Асан қайғы атамызда желмаясын шалдыртыпты, дегенді көңілімізге медеу етіп келгенбіз. Енді қайда барамыз? Қазақ даласын Орыс пен Қытай бөліп алып, ойына келгенін істеп жатыр. Олардың зұлымдығы құрмай бізге күн жоқ. Өз үйінің ортасында отырып, жетім қалған баладай енді кімге жаутаңдаймыз? Бүкіл ел тасқын селдей қопарылып, менің соңымнан ергенде осы бірдеңе білетін шығар, деп сенім артып еді. Сол сенімді қалай ақтаймын? Қара орманын өрт шалып, балапанынан айырылған ана құстай шыр-шыр етіп белгісіз бақытқа ұшып бара жатқан түрім мынау. Елісқаның жанарынан домаланған қос тамшы бетін айғыздай барып атының жалынына жұтылып кетті. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Елім ай, осы бір мұңлы ет бауырды езерлік запыран зар көмейінде бүлкілдеп, аузынан бұрқ еткен жалынмен бірге күңірене көтерілді. Үшінші тараудың соңы. Құрметті тыңдармандар, аудиоға лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазыла кетіңіз. Және түрлі әлеуметтік желіде таратып қойыңыз.